Ғарышкер суретшілер. Адамның алғаш рет ғарышқа ұшқан кезеңнен бері 50 жылдан астам уақыт өтті. Алайда адамдар ғарышты игеруді аңсайды. Жазушылар өзге ғаламшарлықтар туралы қиял ғажайып оқиғаларды жазса, ғалымдар жаңа ғарыш жобаларын ойлап табады. Ал суретшілер ғарышқа арналған туындылар салады. Ең қызығы, ғарышкерлердің ішінде де суретшілер бар. Ғарыш кеңістігіне шыққан ғарышкер Алексей Леонов болды. Ғарыш көрінісінің әдемілігіне тамсанған ол балалық шағы есіне түсіп, қолына қылқалам мен бояуды еріксіз алған. Ғарышкер ұшқыш Владимир Жәнібеков те сурет салумен айналысқан. Әрине, оның еңбектерінің басты тақырыбы ғарыш болды. Ғарышты бағындырған американдықтарды астронавт деп атайды. Алан Бин айға аяқ басқан 4-ші астронавт. Ол да ғарыштың суретін салумен шұғылданған. Өзіңді ғарышқа аттанып бара жатқан ғарышкер сезініп, ойланып көр. Сен ғарышқа ұшатын болсаң, өзіңмен бірге не алып шығар едің? Шағын әңгіме құрасаң да болады. Сен ғарышқа болмасаң да ғарыш туралы көп нәрсе білетін боларсың. Ол саған ғарыш композициясын жасауға көмектеседі. Жасаған жұмысың ерекше көріну үшін композицияны теңестіріп үйренуің керек. Сурет салатын қағаз парағы таразымен салыстыруға болады. Таразының екі басындағы салмақ тең болған жағдайда ол тепе-тең қалпын сақтайды. Осыдан тепе-тең сөзі шығады. Егер сен суреттің қағаз парағының бір бөлігіне орналастырып, екінші бөлігі бос қалдырсаң, онда сурет орнықсыз болып көрінеді. Салған суреттеріңді заттар тепе-тең орналаспады делік. Мысалы, ғарыш пейзажында таулар қағаздың жоғарғы бұрышына салыныпты, ал қағаздың жартысы бірінші суреттегідей бос қалды. Екінші суретте керісінше төменгі бөліне салыпты, жоғары бос орын көп. Суретіңді жыртуды немесе өшіруге асықпа. Керісінше суретіңді басқа заттармен толықтырып, тепе-теңсіздікті түзетуге болады. Мына суреттерге көңіл бөл. Сенің құрдастарың салған суреттерге көңіл бөл. Сенің бүгінгі тапсырмаң ғарыш композициясын ойластырып бейнелеу.